Қалдыбек Әлия Берікқызы, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Ақбұлым ауылында 2005 жылы маусымның 23 жұлдызында Ниязовтар әулетінде дүниеге келдім. Атам Қалдыбек, әкем Берік, ұлым Арғын. Ата-анам алғаш рет 23 жастарында ата-ана бақытын сезінді. Ал ата-әжем тұңғыш немересін қолға алып, оның қаншалықты ыстық екенін білді. Мен негізі ата-анамның тұла бойы тұңғышы болғанымен, ата-әжемнің көз қуанышы болып қолдарында өстім. Ата-әжем маған әрдайым ешкімнің ала жібін аттамай, адал және достыққа берік болу, әр істің қайтарымы бар екен ойыма сіңіріп өсірді. Әкем әскери қызметкер, анам ұстаз болғандықтан, менің болашақта таңдап отырған мамандығым осы мамандықтардан алыс емес. Яғни, анамның жолын жалғастырып, мұғалім болуды көздеп отырмын. Ал отбасымызда үйдің тұңғышы екенін сезінгендіктен, өзімнен кейінгі іні-сіңлілерім болғандықтан, еркелікке қарағанда жауапкершілігім басым. Мен Ақбұлым ауылы Балауса балабақшасына барып, қазіргі таңда Баймырза Беспаев атындағы мектеп-гимназияның білім алушысымын. Осы мектеп ұясында білім нәрімен сусындап, көптеген жетістіктерге қол жеткізіп келемін. Алдағы мақсатым ата-анамның үмітін ақтаған, елімнің керегіне жараған ерке қызы болу.